Біраз уақыт жақсы келе жатады да, қайтадан насихаттар азаяды, адамдар өздерін істей бастайды. Сөйтіп тағы бұзылады. Алла Тағала Салих деген пайғамбарды жібереді Самуд қауымына. Самуд қауымына да мына дүниені Алла Тағала соншалықты күшті үйреткен, тіпті тастардан керемет сарайлар салатын. Тауды барады да, тауды сарайға айналдырып жібереді ғой, үйлерге айналдырып жібереді. Сондай дәрежеде бұлар күшті мына дүниені мықты меңгерген адамдар еді негізі. Қолдарынан келмейтін сала жоқ еді. Алайда тек қана бір жетіспей тұрған нәрсе Алла Тағаланы мойындамайды, ақыретті мойындамайды. Салих пайғамбар оларға бұлай да шақырады. Сосын олар жаңағы мұғжиза сұрайды. Егер мұғжиза келтірсең бізге, онда біз сенеміз деп. Алайда ол мұғжизаны басым көпшілігі көңіл қалауымен сұрайды. Шын мәнінде иман іздеп, иман тілеп сұрамайды ол нәрсені. Сонда жаңа таулардан үй қашап жасап атқаннан кейін, өз қай заманда қай нәрсе тақырып болса, күллі несі сол нәрсені ғана сөйлейді екен ғой адам. Мына тау деген нәрсе өздерінің негізгі тақырыбы болғаннан кейін, мына таудың ішінен шығарсын мұғжизаны деген ғой. Мына таудың ішінен бір түйе шыға келсін дейді. Сосын біреу келеді да, ол буаз болсын дейді. Біреу айтады, ол міне төлдеп атқан езі болсын, шыққан кезде шығып атқанын көрейік дейді. Айтқан сол екен, Алла Тағаланың әмірімен таудың ішінен бір түйе шыға келеді. Ал енді не істейді? Енді серт орындалу керек, иман келтіреміз деді. Сөйтіп бұлар жаңаға түйені Салих пайғамбар оларға айтады, мына түйеге тиіспеңдер, үлкен жамандыққа ұшырайсыңдар. Алланың мұғжизасы соңғы мүмкіндігі сендерге. Бұған тиіскен адамға одан кейін ешқандай жарылқау болмайды. Сосын іштеріндегі жаңа бір тентектері шығып, қазіргі тілмен айтқанда торпеда. Несіне қорқамыз оны? Маған беріңдер, мен барып өлтіре салайын дейді. Сөйтіп қасына жаңағы бір 8 адамды ертіп алып, өзі 9 тентек болған сол ауылда. Положениеға қараған ғой. Сонымен жаңағы сөйтіп келіп ана түйені өлтіреді ғой бұлар. Өлтіргеннен кейін Худ пайғамбар қатты қорқып, Салих пайғамбар оларға айтады, 3 күн уақыт берді сендерге Алла Тағала. Болды. 3 күннен кейін келеді азабы деп. Сол 3 күннен кейін олардың астынан да үстінен де таудың үстіне тығылады олар. Таудың ішінен де Алла Тағала үлкен сілкініс, жер сілкіністерін жасап, бұлар да құртылады. Сөйтіп Салих пайғамбармен иман келтіргендер қалады. Кейін Салих пайғамбар Алла Тағаладан алған нұсқаумен басқарып, келесі буын былай қарай жалғасады.